Сіз сағыз шайнаудың адам ағзасына зиянын тигізетінін жақсы білесіз. Ал оның пайдасы да бар екендігін білдіңіз бе? Жапон ғалымдары сағыздың адам миының жұмыс жасау қабілеттілігін 10%-ға арттырып, шапшаң әрекеттілігі мен белсенділігін жақсартатынын тұжырымдайды. Ал осыны дәлелдеу үшін біз кішігірім тәжірибе жасауды шештік. Ол үшін алдын ала математика пәнінің мұғалімі бізге геометрия тарауынан екі түрлі жұмыс ұсынды. Оның бірін сағызсыз, ал екіншісін сағыз шайнау барысында орындадық. Бірінші тәжірибеде оқушылар сағыздың көмегінсіз есепті шығаруы қажет болды. Бірінші оқушы есеп шығаруға 4 минут 59 секунд уақытты қажет етті, және де жауаптың бір нұсқасы дұрыс емес болып шықты. Ал екінші тәжірибеде оқушы тапсырманы 3 минут 11 секунд уақыт өткен кезде аяқтап, жауаптарының барлығы дұрыс болып шықты. Ал екінші оқушы бірінші тәжірибеде 3 минут 55 секунд уақыт жұмсап, 6 сұрақтан 5 сұраққа дұрыс жауап берді. Екінші тәжірибеде де екінші оқушы бір қате жіберді, бірақ есепті шығаруды бірінші тәжірибеге қарағанда ертерек бітірді. Тәжірибе қорытындысынан біз бұл әдіспен есептерді шығару тезірек жүзеге асқанын байқадық. Осылайша біз шайнау арқылы қан айналым жүйесі жақсы жұмыс істеп, мидың қабілеттілігі артады деген шешімге тоқталдық. Бірақ та ғалымдар айтуынша, сағызды шамадан тыс мөлшерде қолдану денсаулыққа пайдасынан гөрі зиянын көбірек әкеледі. Сондықтан сағызды өз мөлшерімен қолдану қажет.